Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиз Арапатова. Бүгін сіздерге қалай дұрыс тілегімен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керек ингредиенттерімізді дайындап алуымыз керек. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бізге творожный сыр, сливки және сахарная пудра керек. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға біз творожный сырымызды салып, оның үстіне сахарный пудраны қосып, жақсылап тұрып миксердің жай жылдамымен бастап миксерлеуіміз керек. Миксердің венчигі де таза әрі құрғақ болуы қажет. Миксердің ең алдымен жай жылдамымен бастап, әр секунд сайын жылдамдығын көтере отырып миксерлейміз. Осылай өзінің формасын жақсы ұстайтын бір келкі масса болғаннан кейін біз силиконды күрекшемен бір рет араластырып ауасын шығарып аламыз. Одан кейін дәл осы массамыздың үстіне біз 30 немесе 35% майлылығы бар сливкиді құямыз. Міндетті түрде 30%-дан жоғары болуы керек. Ең алдымен сливкиді құймас бұрын жақсылап тұрып сливкимізді шайқап араластырып алуымыз керек. Одан кейін барып біз творожный сыр мен сахарный пудраны үстіне құйып, міндетті түрде миксердің ең алдымен жай жылдамдығымен бастап, әр секунд сайын жылдамдығын көтере отырып миксерлейміз. Сливки құйғаннан кейін мүлдем ұзақ миксерлеуге болмайды. Кемінде 1-2 минут шамасында миксерлейсіздер. Кремнің бетінде іздер қала бастағаннан кейін бірден миксерлеріңізді тоқтатып, силиконды күрекшемен тексеріп көресіздер. Өзінің формасын өте жақсы ұстайтын крем болса, мүлдем миксерлемейсіздер. Миксерлеуге кеңес беремін, себебі кремдеріңіз іріп, сұйылып кетуі мүмкін. Міне бізде крем дайын болды. Өте керемет әрі дәмді крем формасын өте жақсы ұстайды. Красный бархат, сникерс, вупи-пай, рафаэлло, капкектерге, трайфлдарға өте керемет үйлесетін дәл осы крем. Міндетті түрде осы креммен керемет торттарды жасап көрулеріңізге кеңес берем. Дәл осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге осындай көптеген кремдердің және тәттілердің рецептісімен бөлісетін боламын.